Сәлеметсіздер ме қыздар, бүгін біз сіздермен оң және теріс тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін жібімізді алып, бас бармақпен сұқ саусаққа ілеміз. Арасына бізімізді салып, бізімізді айналдырып аламыз. Одан соң бас бармақтағы жіптің арасынан сұқ саусақтағы жібімізді өткізіп аламыз да, бас бармақтағы жіпті тартатын боламыз. Бас бармақтың арасындағы жіптен сұқ саусақтағы жіпті өткізіп аламыз. Осылай өзіңізге қажетті ілмек пайда болғанша қайталай бересіз. Менімен бірге тағы да бір қайталап шығыңыздар. Бас бармақтағы жіпті алып, арасынан сұқ саусақтағы жіпті өткізіп аламыз. Бас бармақтағы жіптің арасынан сұқ саусақтағы жіпті өткіземіз. Осылай біз 10 ілмек тоқып шығамыз. Сіздер қолдарыңыз жаттығу үшін көбірек қайталай берулеріңізге болады. Одан соң бізімізді шығарып алып, бірінші ілмекті іліп аламыз. Ол тоқылмайды. Жібіміздің үстінен кіргізіп, келесі жіпті шығарып аламыз. Ілмектің үстінен кіргізіп, жібімізді тартып шығарамыз. Осылай 10 ілмекті тоқып шығатын боламыз. Екінші қатарда тағы бір рет қайталайық. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Ілмектің үстіне жіпті кіргізіп, тартып аламыз. Кіргізіп, жіпті тартып аламыз. Түк қиындығы жоқ, осылайынан барлығын қайталап шығатын боламыз. Сонымен екінші қатарды аяқтаймыз. Біз келесі қатарды теріс тоқитын боламыз. Ол үшін бізіміздің ең алғашқы жібін тоқымай, тек қана іліп алатын боламыз. Бізімізді салып, жіпті терісінен алып шығамыз. Бізімізді саламыз, жіпті терісінен алып шығамыз. Бағана біз оң тоқыған кезде жіпті үстіңгі жағынан шығарып алсақ, теріс тоқыған кезде жіпті астыңғы жағынан шығарып алатын боламыз. Солай біз үшінші қатарды толықтай аяқтап шығамыз. Тағы да бір қайталайық. Бізімізді кіргізіп, жібімізді алып шығамыз. Бізімізді кіргізіп, жібімізді терісінен алып шығамыз. Теріс тоқуды тағы да бір қайталап шығайық. Бірінші жіпті іліп аламыз. Бізімізді салып, жіпті алып шығамыз. Бізімізді салып, жіпті өзімізге қаратып, теріс алып шығамыз. Осылай бұл қатарды толықтай аяқтаймыз. Осы көрсетілген оң және теріс тоқуды жақсылап үйреніп алсаңыздар, алдағы уақытта керемет бұйымдарды тоқып шығуға болады. Келесі сабақтарда біз сіздермен басқа да өрнек түрлерін үйренетін боламыз.